Менің бірінші тестімді сұрады. Тесттен қалай өттің деп мені келемеждеді. Яғни менің біліміме сенімсіздік қарады. Менің осы жайт қатты намысыма тиді. Ақыры 2-3 рет келемеждегеннен кейін мен өзім дайындалған, 2 ай бойына дайындалған пропсайт тестін жібердім. Соған төленген квитанцияны жіберіп, ақталуыма тура келді. Сіз білмейсіз бе, не Гүлеке, ондай нәрсені? Түрлі қоңыраулар түсті. 8 күні сағат 7-ге дейін маған телефонымды өшіріп, былайша айтқанда тығылуға тура келді. Қоңыраулатпаған ешкім қалмады. Жаңа бір блогерлер келіп жаңағы жауабыңды жазып айтып берші деп мені алдып Мұхит ағай районыға шақырып алды да, барсам, Бақытжан ағай екеуі сол жерде қоя салсай, бұл үлкендердің тартысы ғой деп мені сол жерде жылатты кәдімгідей. Кришан кім, біреу арқылы шығып атсың ба, ертең бекерге шаршап қаласың ғой, Гүлнұр бұл баланың ойыны емес деген әңгімелер кәдімгі ашық айтылды. Бұл күні сағат 7-де мен келіспеймін де, базадан бас дейді, маған айтады. Отказды бас дейді. Сол жерде де жыладым районада, біледі өздері. Менің жаңағыдай, былайша айтқанда адам санатына санамай тұр ғой, Кришаның жоқ, ешкім емессің дегенге келтіріп тұр да. Министрден ұят болды да. Ұялдым шыны керек, мынау менің атымды пайдаланып жүрма деп, сондай ойда болған шығар, ол арыз жаздым. Ол да сол жаңағы Қайнар өңірінің жігіті екен, кейін сұрастырсам, менен бір ауыз сұраған жоқ, сенің министрменен қатысың бар ма деп сұраған жоқ, өзінен өзі алды дағыны жарқ еткізіп бір сенсация жасағандай болды.